Баршаңызға сәлем. Бүгін біз каналда есептер шығаруды ары қарай жалғастырамыз. Яғни физика 10 жаратылыстану математика бағытындағы мектеп баспасының оқулығына 204-ші беттегі есептерді шығарамыз. Сонымен бірінші есебіміз былай дейді. Массасы 12 кг жез ыдыстағы 19 литр суды 21 градус Цельсийден қайнау температурасына дейін жеткізу үшін қанша жылу мөлшері қажет деп тұр. Енді берілген жазсақ болады. Яғни берілгенде біз былай дейміз, берілгені массасы бізде жездікі М1 деп алайық. Өйткені бізде екі масса болады қазір бұл жерде 12 кг. Келесі 19 литр су дегеніміз ол В 19 литр. Т1 бізде 21 градус Цельсий. Қайнау температурасы судікі білесіздер бізде қаншаға тең екен? 100 градус Цельсийға. Енді сұрайды. С біріншісі жездікі С1 деп алайық, ол 380 джоуль бөлінген килограмм градус Цельсий. Бұл жерде сіздерге міндетті түрде тұрақты шамалап кесесіз керек. Судың меншікті жол сыйымдылығын 7-ші сыныптан бастап білеміз, ол 4200 джоуль бөлінген килограмм градус Цельсийға тең екендігі. Осыдан маған Q-ді тауып керек. Енді бұл жерде айналдыратын шамамыз, яғни 19 литрді айналдырамыз, бұл 19 көбейтілген 10-3 дәрежесі метр куб халықаралық бөліктер жүйесінде. Енді шешуінде табу үшін қарап отырсаңыздар, бұл жерде қараңыздар. Жез ыдыста біз суды қыздырып жатыр. Демек те жез ыдыста тура сол 21 градус Цельсийден қайнау температурасына дейін көтеріледі. Олай болса Q тең Q1 қосылған неге тең болады екен? Q2. Q1-дің ары қарай бірден ашу жазатын болсам, бұл S1 көбейту M1, жақшаның ішінде Т2 азайтылған Т1, қосу суда ысиды, ол S2 көбейтілген масса 2, жақшаның ішінде Т2 минус не болады екен? Т1. Енді Т2 минус Т1-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсем болады. Сонда Т2 минус Т1 жақшаның сыртына шығып кетсе, жақшаның ішіне менде С1 көбейту M1 и плюс С2 көбейтілген М2 қалады. М2 ол судың массасын табу керек. Судың массасын табу үшін мына формуланы қолдануды ұмытпаймыз. Масса тең, бұл М2 деп қояйын, Ро көбейтілген В. Судың тығыздығын білеміз, 1000 кг метр кубқа тең екендігін. Олай болса орнына қояйық. Яғни 100-ден 21-ді алып тастаймын. Бірден жазсам болады, 100 азайту 21, сонда тең болады екен менде 79 градус Цельсий. Келесі, жақшаның ішіне менде 380 джоуль бөлінген килограмм градус Цельсий. Көбейтеміз, М1 дегеніміз бізде 12 килограмм. Және қосамыз 4200 джоуль бөлінген килограмм градус Цельсийді. Көбейтеміз қаншаға? Массаны тауып алуым керек еді. Сонда масса тең 1000 кг метр кубты көбейтемін 19-10-3 дәрежесі метр кубқа. 1000 мен 10-3 дәрежесі қысқарады, сонда менде тең болады екен 19 кг. Көбейтеміз мына жерде 19 кг-ға. Жақшаны жабам, Q тең болады неге? Бірінші жақшаның ішін орындаймыз, 380-ді көбейтеміз қаншаға? 12, ол тең болады екен 4560. Жазып қойын, 79 градус Цельсий. Жақшаның ішінде менде 4560. Енді килограмм мен килограмм қысқараты менде джоуль бөлінген градус Цельсий жаза берем. Келесі, қосамыз 4200-ді көбейтем мен 19-ға. Сонда менде шығады 79800 джоуль бөлінген градус Цельсий. Енді екеуін қосамын 4560-ға, ол менде 83360 болады. Оны көбейтемін 79-ға, сонда менде шығатын мән Q тең 6 миллион жоқтаған кезінде. 6 миллион 664.440 дейді. 6 миллион 664.440 не болады екен? Так, 664.440 дегенде бір 4-ні тасып кетіпсіне. Сонда 6 миллион 664.440 не болып тұр? Джоуль. Өйткені Цельсий мен Цельсий қысқарып кетеді, менде джоуль болады.
Енді осыны мегаджоульға айналдырайын. Мега болу үшін миллионға бөлем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 орын жылыштам. Сонда менде 6,7 мегаджоуль деген жауап шығады. Жауабымен дәл сәйкес келеді, және бұл есеп дұрыс шығарылған. Келесі есебіміз 1073 кельвинге дейін қыздырылған массасы 0,5 кг темір болатта қатайту үшін температурасы 288 кельвин, массасы 10 кг суға салынды дейді. Темір болат қандай температураға дейін салқындайды деді. Бұл жерде бірден шешуін жазсам ба деген ой қалыптасып отыр. Шешуін сіздер берген жаза аласыздар. Бізде энергияны сақталу заңы орындалады әрқашан. Яғни қызған дене береді, салқын дене не істейді екен? Алады. Алу. Бізде температурасы қыздырылған темір болат, бұл жерде не істейді екен? Береді. Сондықтан да бұл жерде былай деп жазсам болады екен. Яғни S бізде болаттікі, S болат көбейтілген. Масса болаттікі көбейтеміз жақшан ішінде. Мына бастапқы температурасын Т1 деп алайықта, белгісіз температураға дейін салқындайды. Ол бізде Т болып қала берсін. Екінші бізде су алады. Сондықтан да С су. Бізде көбейтеміз. Масса су 10 кг. Жақшан ішінде ол белгілі бір температураға дейін қызады. Ал бастапқы температурасы оны бізде қаншаға тең еді? 288 кельвин. Мұны Т2. Енді осы жерден орнына қойып тын тапсақ болады. Яғни мынаның орнына 460 белгісізді жазған кезде мен көбінде өлшем бірлікті жазбай отырсам, масса болады бізде 0,5, жақшан ішінде 1073 минус Т, жақшан жабамыз 4200, көбейтеміз, бізде массасы 10, жақшан ішінде Т азайтылған 288 болады. Енді жуықтайық. 246.790 минус 230 Т тең болады. 4210-ға көбейтсек ол 42.000 Т минус 42.000 көбейтеміз 288-ге. Ол тең болады екен. Менде 12 миллион 96 мың болады екен. Енді тылар бір жаққа жинаймыз. Сонда мына жақта 12 миллион келесі бетке өткенде плюс өтеді мына бетке. Қосамын осыған 246.790-ды. Так, мынандай сан шықты менде. Тең болады. Мына жақта 42.000-ға 230 плюс болып келеді. Сонда 42.000 қосамыз 230-ға тең болады екен 42.230 болады. Т. Осыдан тын тауып көрейік. Т неге тең болады? Және мына жердегі санымыз бізде 12 миллион 342.792, 12 миллион 342.790 бөлінген 42.230 өте үлкен сан екен. Сонда бізде шығатын мән 292,128 екен. Жауабында қарайтын болсаңыздар, кітапты ашып 292,3 деген, сондықтан да шуқтау жібере салайын, сіздерде дәл шығатындай 292,3 кельвин. Жауабы дәл шықты. Келесі есебіміз температурасы 37 градус Цельсия болатын қоспа алу үшін температурасы 10 градус Цельсияге тең 200 кг суға температурасы 100 градус Цельсия қанша су қою керек дейді. Яғни берілген жазып көрейік бұл жерде. Берілгені 37 градус Цельсия дегеніміз ол орныққан температура. Орныққан температураны біз Ө деген мынандай әріппен жазамыз көбінде. 37 градус Цельсия орныққан температурасы. Немесе қоспа температурасы. Т1 менде есептің шарты бойынша 10 градус Цельсия, масса 1 менде қаншаға тең болып тұр? 200 кг. Суға бізде Т2-міз бізде 100 градус Цельсия, қанша су құю керек дейді 100 градустағы Цельсиядан М2 бізде белгісіз. Енді біз орныққан температураға байланысты қандай формула қолдансақ болады? Негізінен бізде заттың агрегаттық күйі өзгерген жағдай болады, және заттың агрегаттық күйі өзгермеген жағдай деген нәрсені ескеруіміз қажет.
Заттың агрегат күйі өзгерді деген сөз. Мысалы, суымыз буға айналды немесе мұздан суға айналды деген жағдай берілмейтін болса, бізде орныққан температураның бірден формуласын жазсақ болады. Дайын формуласы, мысалы, ыстық су мен суық суды араластырғанда немесе ванна дайындау үшін біз мынандай формула қолданамыз. М1 көбейту Т1 қосылған М2 көбейтілген Т2 бөлінген астына М1 қосылған М2. Бұл кете береді формула. Бірақ бұл жерде ыстық су мен суық су болғандықтан екеуі ғана болады. С-тер болмайды, себебі олар қысқарып кетеді, екеуде су болғандықтан. Енді осы жерде маған М2-ні табу керек. М2 алымда және бөлімде кездескендіктен де мен орнына қоя саламын өлшеті тең деп. Белгісізді тапқан теңдеу шығарған кезінде мен өлшем бөлік жазбаймын деп айттым. М1 бізде 200 еді, 200-ге 10-ды қосам мен көбейтем, яғни ол тең болады 2000. Қосу менде М2 белгісіз, Т2 есесіне 100, сондықтан 100 М2 деп жаза берейін. Келесі астыңғы бөлікте менде 200 қосылған не болады екен? М2. Енді мына астында бөлімі 37-ге көбейтіліп барады. 37-ге бірден 200-ді көбейтіп алайын, ол тең болады екен 7400. 7400 қосу 37 М2. Мына бөлікте менде тең болады 2000 қосу 100 М2. М2-лерді бір жаққа жинақтаймыз. 100 үлкен болғандықтан да демек 37 келесі оң жақ бетке қосады. 7400 2000-нан үлкен алып тастаймыз бірден, минус болып өтеді себебі 2000. 5400 тең болады. 100-ден 37-ні алсақ, ол менде 63 М2 болады. Осыдан М2-ні табатын болсам, яғни мен 5400-ді қанша бөлеткен? 63-ке бөлім. Одан шығатын мән менде 85,7 килограмм. Жауабы да осындай еді, демек те есеп дұрыс шықты. Міне осымен бүгінгі есептер шығару сабағымыз аяқталды жол мөлшеріне байланысты. Егер де видео сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп видеолар әлі де шығады. Қош сау болыңыздар.